Жүктілік. Адам баласының бұл өмірге саяхаты жатырға түскен сәтінен басталады. Құран кәрімде сәбидің ана жатырындағы даму кезеңдері: расында біз адамды нағыз балшықтан жараттық. Сосын оны шәуеттің бір тамшысы күйінде мықты жерге, яғни жатырға орналастырдық. Сосын ол тамшыны алақаға, яғни жабысқақ ұрықтанған клеткаға, сосын оны мудғаға, яғни бір шайнамет бейнесіндегі жаратылысқа, содан кейін мудғаны сүйектерге айналдырдық. Сүйектерді етпен қаптадық. Оны басқа бір жаратылыс жасадық. Аллах ең керемет жаратушы деп баяндалады. Осы кезеңді 19 ғасырдың дүлдүл ақыны Мәделі Жүсіп Қожаұлы былайша жырға қосқан: басында қатыра судан болдық пайда, неше күн шайқатылып жүрдік бойда, сол судан қан сөл ғайып пайда болып, сүйекпен етке шаптық 3-4 айда. Тарықпай тар құрсақтан тауып қорек, 9 ай 10 күн жаттық осы жайда. Ал хадисте бұл кезеңдер былай баяндалады: әрбір адамның жаратылысы ана жатырында 40 күнде ретке келеді. Сосын тағы сондай кезеңде алақа, тағы сонша күнде мудғаға айналады. Сосын бір періште арқылы рух беріледі. Әлгі періштеге енді сәбидің рызығын, ажалын, бақытты немесе бақытсыз болатын жаз деп бұйрық келеді деп түсіндірілген. Кейбір хадистерде сол аралықта сәбидің жынысы ұзын немесе қысқалығы, ауру немесе сау болатынында белгіленеді делінген. Жүктілік кезең бала тәрбиесі тұрғысынан маңызды кезеңдердің бірі. Себебі қазіргі ғылыми зерттеулер бойынша баланың мінез-құлқының кейбір тұстары осы кезеңде қалыптаса бастайды екен. Мысалы, гинекология саласының білікті мамандары жүктілік кезеңде ананың әрбір әрекеті мен сезімдерінің іште жатқан сәбиге жағымды немесе жағымсыз түрде әсер ететінін айтып, былай дейді: іште жатқан сәбидің қимылдары анасының қуанғанына немесе қайғырғанына қарай өзгереді. Анасы мұңайғанда қимылсыз жатқан сәби, анасы қуанғанда шыбырлап, қозғала бастайды. Осылайша сәби жатырда жатқан кездің өзінде анасының психологиялық күйіне қарай көңілді, мұңды немесе томаға тұйық мінезді бойына сіңіреді. Ананың психологиялық көңіл күйі ұрыс-керіс, қайғы-қуаныштар қан арқылы балаға өтіп тікелей әсер етеді. Егер ана ренжісе немесе бір нәрседен қорықса, ішкі бездерден бөлінетін сөл қанға араласады. Одан кейін балада да сондай көңіл күй пайда болады. Аяғы ауыр әйел баспалдақтан шыққанда немесе темекі тартқанда іштегі сәбидің де жүрек соғысы жиілей түсетін көрінеді. Ал анасы шаршағанда жатырда жатқан баланың қимыл қозғалысы үдей түседі екен. Ғалымдардың айтуынша аяғы ауыр кезде темекі шеккен әйелдер қылмысқа бейімдеу ұрпақ әкелетін көрінеді. Себебі темекінің уы жатырдағы сәбидің миын зақымдайды екен. Ал шетелдік зерттеуші Суседик баланы жатыр кезеңінде-ақ тынышталдыру керектігін алға тартады. Оның айтуынша, егер болашақ ана жатырдағы баласымен тыныш жерде көп сөйлессе, онда баланың бойында ата-анасына деген сенім қалыптаспақ. 5 айлық кезінде жатырдағы баланың есту мүшесі жетіліп, сырттан келген дыбыстарды ажырата бастайды. Осы кезеңде балада өмір бойы қолданатын ми клеткаларының жартысынан көбі пайда болады. Ал жүктіліктің 28 аптасынан бастап іштегі баланың қабылдау қабілеттері артып, тіпті анасы жеген тәттіні сезіп қуанады екен. Сондай-ақ ғалымдардың пікірінше, жүктілік кезеңіндегі
стресс бала денсаулығындағы кінәраттарға жол ашады. Демек, жүктілік кезеңінде ананың жеген тағамнан бастап, көңіл күйі, өмір сүріп жатқан ортасына дейін бәрі баланың мінез-құлқына әсер етеді. Осы орайда Жүсіп Баласағұн бабамыздың құрсақта біткен қылық қара жерге бірге кіреді деген сөзінің мәні тереңде жатса керек. Жүктілік кезінде ана Құранды көп тыңдап, оны өзі де дауыстап оқитын болса, баланың жатырда жатып-ақ Құранмен танытуына жол ашады. Құлшылығын атқарып, дұғасын жасаса, іштегі сәбиімен бірге жалбарынғандай болады. Анасы әрбір әрекетіне мұқияттылық танытып, мұсылмандыққа сай өмір сүрсе, іштегі баласы сол кезде-ақ бақыттылардың қатарына қосылады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде былай деген еді: бақытсыз адам анасының құрсағында жатқанда бақытсыз, бақытты адам анасының құрсағында жатқанда бақытты, дейді екен.